Әке иісі. Жас бизнесмен өмірлік мақсатына жетіп, өз қаласының ең атақты байларының біріне айналған еді. Бір күні үйінде отырғанда балалық шағында өзіне берген серті есіне түсті. Әкесі қарапайым кісі болатын. Күн сайын жұмыстан қайтып келе жатып, баласының ең жақсы көретін кәмпитін алып келетін. Баласы оны есік алдында қарсы алатын. Ол кәмпитті қанша жақсы көрсе де, ешқашан тойып жеген емес. Сол себепті өзіне, бір күні бай боламын, сол кезде кәмпиттен тойғанша жеймін, деп серт берген еді. Міне, енді сол мақсаты орындалып, баяғы арманын орындамақ болады. Кәмпит шығаратын зауыттың дүкенінен үлкен бір қорап сатып алып, үйіне келіп жей бастайды. Алайда бұрынғыдай тәтті де емес, мұрынды жаратындай ерекше иісі де жоқ. Жүрегі құлазыған ол ертеңіне зауыт иесіне барып, себебін сұрайды. Зауыт иесі әуелде шағын цехтан бастағанын, кейін үлкен зауытқа айналғанын, бірақ қазір қаржылық дағдарысқа ұшырағанын айтады. Бизнесмен егер бұрынғыдай кәмпит шығарса, серіктес болып, қаржылай қолдау көрсететінін жеткізеді. Қарт ұста қуанып, өзі өндіріс цехына барып, кәмпитті қайта жасап, бизнесменге алып келеді. Бірақ ол тағы да сол бұрынғы дәм мен иісті сезбейді. Ұста 5 рет қайталап жасайды, бірақ нәтиже өзгермейді. Ақыры, қарт ұста: «Әкеңіз тірі ме?» деп сұрайды. «Жоқ, қайтыс болғанына біраз жыл болды» деп жауап береді бизнесмен. Сонда қарт ұста оған кәмпит салынған бір пакет ұстатып, үйіне жібереді. Үйіне келгенде ішінен бір хат тауып оқиды. Балам, сіз іздеген дәм мен иіс бұл кәмпиттерде емес. Мен қанша жерден сол баяғы рецептпен жасасам да, сіздің есіңіздегі дәмді қайтара алмаймын. Себебі ол кәмпиттердің тәттілігі мен иісі әкеңіздің алақанында еді. Ал әкеңіз енді жоқ. Сондықтан да ол кәмпиттің дәмін қайтадан сезіне алмайсыз. Оқы. Ойлан. Орында 2 кітабынан алынды. Кітапқа тапсырыс беру үшін биодағы сілтемені басыңыз.